Қайырлы күн, эфирде жаңалықтар, студияда Сания Ермекова. Астанада Қазтрансойл акционерлік қоғамы бас директоры Арман Қасенов пен Теңізшевройл компаниясының тасымалдау және маркетинг жөніндегі бас менеджері Кристофер Билдің кездесуі өтті. Тараптар екі жақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін талқылады. Кездесу барысында мұнайды тасымалдау инфрақұрылымын дамыту мәселелеріне ерекше назар аударылды. Сондай-ақ қатысушылар ұзақ мерзімді стратегиялық әріптестікті одан әрі ілгерілетуге өзара мүдделі екенін растады. Қазақстан қор биржасының алаңында Қазтрансойл акционерлік қоғамының эмитент күні өтті. Онлайн форматта ұйымдастырылған шарада компания басшылығы 2025 жылдың алғашқы 9 айындағы қызмет нәтижелерін таныстырды. Кездесу барысында тасымалдау көлемдері, қаржылық нәтижелер және корпоративтік басқару саласындағы жетістіктер туралы баяндап, негізгі қызмет бағыттары бойынша қорытындылар шығарылды. Кәсіподақ төрағасы Ахмет Сәрсенбай Атырау, Маңғыстау, Қарағанды және Павлодар мұнай құбырлары, сондай-ақ батыс операторлық қызметтер көрсету басқармасына барып, еңбек ұжымдарымен кездесіп, кәсіподақ жұмысының өзекті мәселелерін талқылады. Әр өңірдегі жиындар сұрақ-жауап форматында өтіп, жұмыскерлер өздерін толғандырған мәселелерді еркін талқылауға мүмкіндік алды. Кездесулер барысында ұжымдық келісім шарт баптарының орындалуы, кәсіподақ жұмысының ашықтығын арттыру және қызметкерлердің әлеуметтік кепілдіктерін қорғау бағыттары сөз болды. Жаңалықтар осымен тамам, келесі кездескенше сау болыңыздар.